الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Құрметті мұхтарам жамағат, құрметті бауырлар. Ендігі біздің екінші сеніміміз Алла Тағаланың бар екендігін сенгеннен кейінгі екінші сенім сол Алла Тағаланың бір екендігіне сөзсіз сену. Алланы бар деп, бірақ оны мүшриктер сияқты олар да Алла бар деді. Олар Алла бар деді мүшриктер, бірақ бірнешеу деді. Алла сақтасын. Алла бар, бірақ Аллаға жақындататын нәрселер бар. Олар мына біздің пұттарымыз деді. Бұл да Алланы бар деп, бірақ оны бір демейінше, ол сенімнің несі дұрыс болмайды екен. Негізгі таухидымыз осы. Енді бұл жерде біріншіден тағы да ақыли дәлел, кейін ақылиға тоқталамыз. Енді Алла жоқ, тәңірлер көп, әр нәрсенің тәңірі бар, тәңіршілдер дейді ғой. Ананың тәңірі бар, мынаның тәңірі бар дейтіндерге біз қалай жауап береміз? Олардың дұрыс емес екендігін ақыли жақтан қалай жауап береміз? Қарапайым мысал. Мына әлем жаратылған. Жоқтан бар болған ғой. Бұл әлем өзгеріп тұрушы. Әл-аламу мутағайирун. Біз әлемді жаратылған дедік. Және де бұл әлем әрдайым өзгерісте тұрады дедік. Алла бір қарасаңыз жаңбыр жаудырады, бір қарасаңыз қар жаудырады, бір қарасаңыз күнді суытады, бір қарасаңыз жылытады. Енді осы жерде егерде осы әлемде екі немесе одан да көп Құдай болса, жаңағы жалған сенімшілердің сенімі сияқты. Онда бұл әлемде не болады? Жүйесіздік болады. Әлем жүйемен тұр, қараңыздар да. Әлем өте жүйемен тұр. Ясин сүресінің соңғы аяттарын оқысаңыздар, өте осындай жақсы нелерге келтіреді. Әрбір нәрсені жүйеменен ұстап отыр дейді. Демек, осы жүйелік, жүйені істеп отырушының біреу ғана екендігіне дәлел болады. Ақылмен алып қараған кезде бір сондай осы жаратылған әлемде екі құдай, үш құдайдың болуы деген сөз ақымақтық. Демек, осы жерден біз ақыли дәлелді түсіндік. Әлемде бір Алла Тағала бар екенді ақылмен не болды? Қанағаттандырылды. Ал енді аятқа келетін болсақ, Құранда Аллах Субхана Тағала Әнбия сүресінде 22-ші аятында айтады: Аузубиллахи Лау кана фихима алихатун иллаллаху ла фасадата. Егер де аспан мен жерде дейді, екі құдай болғанда дейді, бұзылатын еді бұл әлем дейді. Фасад болатын еді. Фасад деген не? Бұзылатын еді. Жүйе бұзылатын еді. Демек, басқарып тұрушы да, бәрін егеріп тұрушы да ол бір Алла Тағала. Енді осы жерде ла шарика лах деген сөзге келдік. Алланың ешқандай серігі жоқ. Алланың ешқандай серігі жоқ деген сөзде не түсінеміз? Яғни Алланың өзіне сай теңдесі жоқ. Ла шарика лаху дегені арада бихаза нафия ануа ширк, яғни ширктің түр-түрі атап кетті дейді. Екінші, серік қосу. Захири серік қосу бар, мағнауи серік қосу бар, Алла сақтасын. Сырт көз серік қосу деген сөз тап-таза бір нәрсеге табынуды айтады. Пұтқа болсын, басқа болсын, сиырға болсын, әруаққа болсын, табынуды, содан сұрауды, бұл таза барып тұрған анық ширк.
Алла сақтасын. Екінші, Аллах тағаланың сипатында жалғыз дедік қой. Демек, Алланың сипатына да серік қосуға болмайды. وَأَمَّا فِي الْوَصْفِ كَمَا زَعَمَتِ الْمُجَسِّمَةِ مُجَسِّمَةَ كَرَّمِيَّةَ مُشَبِّهَةَ деген топ болған. Бұлар Аллах тағаланы, Алла тағала қандай? Алла тағала жаратушы ғой. Алла тағала жаратылмаған. Сифатында да еш нәрсеге ұқсамайды, сифатында да жалғыз дедік. Бірақ осы адасушы топтар Аллах тағаланы басқа бір нәрсеге ұқсатып, дене сифатын беріп адасты. Бұлар да негізі адасушы топтар. Бұлардың артында намаз оқуға болмайды. Мысалы тұрды да Алла тағаланың денесі бар деді. Алла сақтасын. Алла тағаланың кәдімгі қолы бар, аяғы бар деді. Алла сақтасын. Тура өстіп бір дене мақсатында айтса, болды, бұл діннен шығып кетеді. Дінсізге айналады. Өйткені Аллах тағаланың сифатынан естеп тұр, серік қосып тұр. Алла тағаланың мұхкам аяттарына қайшы кеп тұр. Ал енді осы жерде біраз мәселелер бар. Осы муджассима дегендер екі түрде болады дейді. Біреулер былай айтады. Алла тағала ол бір дене, бір форма, басқа бір формалар сияқты дейді. Алласыз. Бұл таза не? Адасу, діннен шығу, бұл адамның негізі қайтадан иманға келу керек. Өйткені христиандер сияқты адасқанмен бірдей. Иса ол әкесіз туылған, ол Құдайдан келген, Құдайдың баласы деген нәрселер кетті. Ол Құдай аспанда отырады деген сөздерге кетті. Алланың бар екенін біліп тұр да, бірақ Алланы сипаттауда олар адасты. Бұл нәрсе мұсылмандарда да болды. Тарихқа көз салсаңыздар, осы Абу Ханифалардың кезінде, осыдан кейінгі кездерде де Мушаббиха, Муджассима, Ахмад Каррамия деген бір өте Алланың оған жамандығы болсын, адасушы бір адам болған, ол кісі адамдардың діннен шығарып жіберуге себеп болған. Сондықтан ғұламалар айтады: "Мәхмә тасавварта бибалик, фаллаху бихилафи салик." Алла тағаланы қанша жерден елестетсең, ол Алла емес дейді. Демек, Аллах тағала бар, бірақ ол бізге көрінбейді, ол бізге бейнеленбейді. Өйткені көріну, бейнелену ол жаратылыстың сипаты. Сондықтан Алланы бейнелеуге болмайды. Бір күні мен басқа бір мешітте істеген кезімде бір жігіт кепті. Мен намазда сондай Алла тағаланы жаңағы қателескен бауырларымыздың нелерін одан ары қате түсініп алғанда, ол сенімдерін. Соны былай түсініп апты. Мен Алла тағаланы намазда тұрған кезде бір сондай өзінің аршысында бір отырғандай, бір соны көріп, сондай бір нетіп тұрғандай намаз оқысам бола ма дейді маған. Яғни Алланы елестетем дейді да. Олай болмайды деді. Алла тағала елестетілмейді. Өйткені сіз елестетуіңіз мына кішкентай жұмыр ақылыңызға бүткіл әлемді жаратушыны салып, соны кіргізіп тұрсыз деген сөз. Ол мүмкін емес нәрсе. Сондықтан Алла тағалаға біз пікір жүргізмейміз. Та бір айтып кететін нәрсе, бір күні Абу Ханифаға көлдің жағасынан өтіп баратса, екі діннен шеттен шығушылар былай тартысып отыр екен. Құдай деген мынандай шығар, ол осындай болуы мүмкін, Алла тағала осындай шығар, осындай ғой деп бір ақылдарына сыйдырып сөйлеп отыр да Алла тағала. Сол кезде Абу Ханифа бар, негіз бұл әңгіме болмайды, бұлай сөйлесу бидағат деген екен. Сөйлеспеңіздер, бұлдай тартысуға болмайды деп ескерткен екен. Қойшы депті Абу Ханифа. Жарайды депті да, дәл қастарына отырып бір шұңқыр қаза бастапты. Шұңқыр қазып жатыр, қарап қояды. Не істеп жатсың десе, мынау теңізді, көлді осы шұңқырға құйып тастап кете берейін деген дейді. Сол кішкене шұңқыр құйып тастайын да жүре берейін деген сол қазып жатырмын депті да.
сосын ана екеуі айтты, басың істей ма деп. Кішкентай шұңқырға дәу мына теңізді қалай сейтірасың десе, екеуің басың істей ма деп. Бүткіл мына теңізді бәрін, сені, мені, әлем жаратқан Алла тағаланы мына бір шүйкеде екі басыңа сейтірмақшысыңдар ма деп. Сол сияқты ол Аллах тағаланы қанша ойлап, бұлай деп ол ақылға сидірілмейді. Сондықтан иман парыз болды бізге. Ақыл әлсіз болды да Алла тағаланы мойындауға. Сондықтан сену бізге парыз болды. Алланы көрген жоқпыз. Тіпті біз пайғамбарды да көрген жоқпыз да, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах тағала көрсету деп пайғамбарымызбен бірге болып нәсіп етсін иншалла. Бірақ сонда да сендік та жәннат тозақ көрген жоқпыз. Бірақ оған 100% сендік. Өйткені ақылмен оны сіз нете алмайсыз. Бірақ қияметте иман пайда бермейді. Өйткені ал бәрін көресіз ол жерде. Болды, ол жерде пайда жоқ. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де пайда жоқ. Сондықтан иманды осы дүниеде жасау керек. Жаңағы мәселеге келдік. Аллах тағаланың несінде? Сифатында серік қосып қою. Ашық серік қосу, ол мушаббиха, мужассималар, Алланың басқа бір денелер сияқты денесі бар деу. Бұл ашық адасу, бұл мұсылман милләтінен емес. Екінші бір не бар? Алла тағаланың пәлені бар, бірақ басқа денелерге, мүшелерге ұқсамайды дегенде қауіпті сөз бар. Бұл да өте қауіпті сөз. Оны қазір бауырларымыз айтып жүр. Мұсылмандардың ішінде Алла тағаланың сифаттарына ұқсастық беріп қою, сифаттарына серік қосып қоюға не алып барды? Ол мына нәрсе. Біліңіздер, Аллах субхана тағаланың біздерге түсірген кітабы, Құран-ы кәрімі аяттарында мына нәрсе бар. Мухкам аят деген бар, муташабих аят деген бар. Мухкам аят дегеніміз не? Мухкам деген аят, ол мағынасы тұп-тұнық. Тілдік мағынадан алып қарағанда, мағынасы тұп-тұнық, ешқандай бір синонимдік ұғымдар бермейді. Ашық мағыналы аяттарды не дейді? Мухкам дейді. Берік деген сөз. Мухкам деген не? Берік, бекітілген, нық деген сөз. Оған мысал, Құл ху Аллаху ахад. Мағынасы не? Айтқын, Алла жалғыз. Сөйлемнің мазмұны неде тұр? Алланың жалғыз деп тұр. Болды. Басқа мағына жоқ қой. Мухкам аят болды. Екінші аят бар. Лайса камислихи шей. Аудармасы, Аллаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Нақ айтты, я? Аллаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Басқа мағына түсініңіздер ма? Сөйлем түсінікті ғой. Осындайларды мухкам аяттар дейді. Екінші муташабих аяттар бар. Муташабих деген мағыналары, аяттың мәтіні әртүрлі мағыналарды қамтиды. Адам оны оқыған кезде, мұнау бұлай мекен, бұлай мекен, жоқ осылай мекен деп не істеп қалады? Түсініп қалады. Мысалға, менің ағам жоғар жақта десе, жай біреу келді да сізге, менің ағам жоғар жақта деді. Не түсінесіз? Екі-үш мағына түсініп қаласыз. Демек, бұл муташабих сөзді мағыналар секіріп тұр. Оны айтып тұрған өзі білуші, өзі ғана білуші. Демек, Құранда да сондай мағыналы аяттар бар, оны айтып тұрған Аллах тағала өзі ғана біледі негіз оның мағынасын. Біз оны қанша тәпсірле, қанша бұлай нет, дәлел келтір, оның негізгі ақиқатын өзі біледі. Демек, осы тұста қағида пайда болады. Раддул муташабихати илал мухкамат. Қағида ғұламаларды. Муташабих аяттардың мағынасын мухкам аяттарға қарай қайтару дейді. Оны өзіңіз тәпсірлеп кетпейсіз, сол аяттардың мағынасына сай етіп қоясыз. Сол аяттардың бұларға байланысты
Аллах субхана тағала Құранда айтады, Али Имран сүресінің 7-ші аятында: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Али Имран сүресі 7-ші аят. Аллах тағала Құранда басында ескертті. Алла тағала дейді, саған кітап түсірді дейді. Ол кітаптың ішінде мағыналар берік аяттар бар дейді. Және де басқалары мағыналары ауытпалы аяттар бар дейді. Ал кімнің жүрегінде қисықтық болса дейді, Алладан қорқуы аз болса, ол осы ұқсас мағыналы, мағынасын Алла ғана білетін аяттармен айланысады дейді. Айналысады сомен. Өзінше соны тәпсірлейді, адамдарға айтады, бүйтеді, сөйтеді, соны бір ақида ұстанып алады. Өзінше соның тәуиліне кіреді. Өзінің несімен кіреді. Тілдік жағымен тәуиліне кіреді. Ал шынайы иман келтіргендер дейді, бұлар Алладан келді. Біз бұның мағынасын толық білмейміз. Иман келтіреміз деп тоқтаймыз дейді. Ең дұрыс ұстаным осы, тафуид. Тафуид деген Алла тағалаға тапсыру екен. Демек, Алла тағаланың сифаттарына серік қосып қоюға себеп болған нәрселер не екен? Ол Алла тағаланың кітабындағы ұқсас мағыналы аяттарды тікелей түсінгендіктен. Мұхкам аяттарға сүйенбестен тікелей түсінген кезде, сол кездегі мужассималар, мушаббихалар, мысалы мынандай аяттар бар. Ар-Рахману алал арши истауа. Истауа сөз бар. Рахман өз аршысына истауа етті. Осы истауа деген сөз араб тілінде бірнеше мағынаны береді. Истауа сөзі көтерілді мағынасын береді. Истауа сөзі жайғасты мағынасын береді. Истауа сөзі басқарды мағынасын береді. Истауа сөзі судың бетінде кеменің қалқып жүреді ғой. Сондай мағынаны береді. Истауа сөзі түзулікке мағына береді. Истау суфуфакум дейді. Истау деген не? Түзеңіздер саптарыңыз дейді. Түзелу, тіктік, түзулік деген мағынаны береді. Демек, бір сөздің қанша мағынасы бар екен? Бірнеше мағынасы бар. Осы тұста ең дұрыс ұстаным ол мағынасын Алла біледі. Алла истиуа етті болды. Анауы, мынауы деп айтпайсыз. Осы аяттарда сол кездегі адасушылардың себебін ғана тоқталып кетейік. Солар тұрды да өз қалаған мағынасын ала салды. Көтерілді дей салды, отырды дей салды. Сөйтті да Алла тағала отырды дейді. Сөйтті да адамдарға соны айтты, басқа болды. Ақида оқымағандар, дінге енді келгендердің бәрі ойлап қалды, Аллах тағала бір отыратын нәрседе ойлап қалды. Сөйтті да адасты. Сөйтіп, сондай бір жамағат пайда болған. Демек, осы тұста шығу себебін ғана айтамыз, яғни мужассималардың шығу себебі муташабих аяттарда өзінің ақылына сүйеніп сифат беріп адасты. Тікелей мағынасында. Ал негізінде ол, егер сіз түсінем дейсеңіз, мынандай ғана хақыңыз бар. Жоқ, енді бір жүрегіңіз мазаланып жатса, мынауға ғана хақыңыз бар. Сіз оны түсінген кезде, яғни тәуил деген кезде, Алла тағалаға лайықты қып қана тәуилдеуге хақыңыз бар, бұның өзі кескінде емес. Мысалы, адам фитнаға түсіп қалады. Қалай енді Алла тағала айтты ғой, ол сифат қой, бар ғой, енді қалай түсінеміз деп түсінгісі келеді. Жаңағы қате түсінік кіріп кеткен мысалға, бір дұрыс түсінгісі келеді.
сол кезде ана мухкам аяттың мағынасына сай ғана түсінесіз. Мухкам аятта не деп тұр? Алла тағала жаратылыстың сипатының ешқайсысына ұқсамайды деп. Демек сіз истеуа сөзін аласыз да, онда сізде екі мазхаб бар бұл жерде. Екі ұстаным бар. Бірінші ұстаным мағынасын Алла білуші. Кірмейсіз. Өйткені Алланың пәк екені, Алланың хақ екендігі, ондай сипатпен сипатталмайтындығын оны сіз ілім арқылы жүрегіңізге салғасыз. Екінші ұстаным бар. Алла тағалаға лайықты ғана мағына беруге хақыңыз бар. Оның өзі кескінде емес. Ол қандай? Жаңағы мағыналардың ішінде басқарды, меңгерді мағыналар бар. Берем десеңіз, осыны беріңіз, ол аяттың мағынасына. Әйтпесе мүлдем ол аят келген кезде жай ғана оқып кетіңіз. Мағына бермеңіз. Ақиқатында оның мағынасын Алла біледі. Аллаға түбегейлі тапсырыңыз. Ал енді беруге келген кезде тек қана соған нетесіздер. Тоқталасыздар. Демек, қағида Алла тағалаға лайықты сипатты ғана береміз. Немесе тоқтаймыз, мүлдем кірмейміз. Осы екі ғана не бар бізде? Жол бар. Яғни Алла көтерілді, басқа деп айтуға ешқандай хақымыз жоқ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما برحمتك أرحم الراحمين الله رزقنا إن شاء الله